Абай академиялық залының қорындағы абай танушылардың еңбектерімен танысуға шақырамын. Абайдың әдебиеттегі орнын анықтап, ақынның сөзіне баға беріп, Абайды қазақтың бас ақыны деп бағалаған қазақ зиялылары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Шәкәрім, Мағжан, Сәкен, Сұлтанмахмұт Торайғыровтар 1918 мен 1930 жылдар аралығында зерттей бастады. Одан кейін Мұхтар Әуезов дәуірі және Мұхтар Әуезовтен кейінгі кезең бөлініп, осы кезеңге дейін абайтану жалғасып келеді. Бүгін абайтану саласында қазақ халқының мәдениетіне елеулі бөлігін сақтап, дамуына теңдессіз үлес қосқан ғалым Қайым Мұхамбетхановтың еңбегіне арналады. Оның абайтану ғылымының іргетасын қалап, Абайдың тұңғыш мұражайын ашуға негіздеме құрып, Абайдың түпнұсқалық сөзінің тазалығын текстологиялық талдау әдісімен сақтап қалу ғылымның қосқан қомақты үлесі. Ғалым өзінің ғылыми зерттеушілік қызметінің алғашқы күндерінен бастап Абай және оның ізбасары туралы материалдарды тірнектеп жинап, Абай мектебі ақындарының 30-дан астам есімдерін қалпына келтірді. Абайдың ізбасарларына алаш зиялыларын қосты. Олардың өмірі мен шығармашылығы туралы текстологиялық талдау жасап, ғылыми шығармашылық өмірбаяндар жазды. Абай мектебі қазақ әдебиетіндегі жалғыз мектеп. Ол үшін ғалым 1951 жылы қуғын сүргінге ұшырап, 25 жыл бас бостандығынан айырылды. Ғалым Абай бейнесін мүсіндеу өнерінде ақынның образын тазалығын сақтау үшін күресіп, Абайдың алғашқы баспа сөзі Илья Барконскийдің есімін қайтарып, Абай журналын қайта жандандырды. Абай және оның ортасы бойынша бірегей мұрағаттық құжаттарды сақтап қалды, шежіре құрастырды. Абай және оның замандастары туралы естеліктерін жазып, Абай ұрпақтарымен қарым-қатынаста болуды қолдау көрсетті. Қайым Мұхамбетханов Қазақстан мемлекеттік сыйлығының, Жазушылар одағы сыйлығының, халықаралық алаш әдебиеті сыйлығының және халықаралық Абай академиясының алтын медалінің иегері. Алдарыңызда ғалымның ғылыми еңбектері Қайым Мұхамбетхановтың мұрағаттық қорынан фото құжат. Замандастарының Мұхамбетханов туралы пікірлері. Қайым Мұхамбетханов кеңінен танымал, инабатты және парасатты, өз ұлтының беделді азаматы. Мен Қайым ағамен таныс болдым, жүздесіп, әңгімелесіп тұрдым. Оның жарқын бейнесімен менің жүреміне мәңгі орын алады. Менің ойымша, оның өмірі мен ісі туған елі мен жеріне деген қызметіне өшпес үлгісі. Мен оны алаштың соңғы тұяғы, алаш зиялыларының мұрагері, Абай мектебінің соңғы өкілдерінің бірі ретінде қабылдадым деген екен Несіпбек Айтұлы. Қазақ әдебиеті саласының дамуына теңдессіз үлес қосқан ғалым Қайым Мұхамбетхановтың өнегелі өмірін жолын насихаттау, ұлтжандылығы мен әдебиетке деген адалдығын жастарға үлгі ету, ғалымның артында қалған баға жетпес мол мұрасын бүгінгі ұрпаққа дәріптеуге, рухына тағзым етуге парызбыз.